Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін марафонның 3-ші күні. Ендеше біз бастаймыз. Сіздер жан-жақты тапсырмаларды көрсетпеуге барынша тырысатынымды білесіздер. Сіздерге штаб қызықты болу үшін біреуге жылы сөз айту. Оны орындауға басыма керемет бір идея келіп жатыр. Қазір кеш болып кетті. Мен әкеме төсек салатын боламын. Әкеме төсек салып болғаннан кейін камераны сол жерге тығып, мен әкемді сіздер көрген жоқсыздар ба, не ба? Енді былай көріп қалмасаңыздар, әкем менің видеома арнайы болып түспеген. Негізі әкем ондай нәрсені қатты ұната бермейді. Поэтому қазір камераны тығып қойып, мен сізді жақсы көрем. Қайырлы түн, жайлы жатып жақсы тұрыңыз. Ертеңгі күніңізге сәттілік деген секілді жылы тілектерімді айтып, жылы сөзімді айтып, есігін жауып кететін боламын. Ендеше ата-анамызды бірге қуантайық. Сіздер де өз жақындарыңызға, любой қалған адамдарыңызға жылы сөз айтыңыздар. Соны өздеріңізге де приятно, бір адам қуанып, жаным сол күнім сол деп жатса, вообще күшті, прям қуанасың, Ендеше давайте кеттік. Мен әкемен пластинасының төсек почти салып қойып қалдым. Камераны қайда тықсам болады? Значит, бүйтіп үндемей тығып қойсам қалай болады екен? Сіздер мен папам түрін көріп қойдым олыңыздар ғой. Негізі видеоларда по сути көрінген папам. Осылай, даусымды естіп, тілегімді естісеңіздер болды деп ойлаймын. Мен телефонды қалай алып кетемін, светті өшіріп кетуім керек. Айттым, біздің бүкіл комнатада осындай свет на шетте тұрғандықтан. Освещение қашады, Давайте, мен шортсқа мына видеом сыймай қалмай тұрғанда. Осылай, осы жерде тұрыңыздар. Қайырлы түн, пап. Қайырлы түн, жаным. Далада қар жауып жатыр ғой. Қанш? Иә. Ана телефон қалып кетті. Жақын жандарыңызды қуантып жүріңіздер. Видеом қай жерге екенін ұмытып қалдым. Папам шақырып қалып, просто пердені жауып жатты деді. Мен қарды көреді деп ойлады өзім. Өзіме көремін деген. Прям күшті жауып жатыр ғой қар. Бізде қар жауып жатыр. Осы мен 3-ші күнімізде аяқталды марафонның. Сіздер де жасап жатырсыздар деп ойлаймын. Сол жақын жандарыңызды қуантып жүріңіздер. Мен анама да айтушы едім, бірақ анам менде қазір Алматыда, сондықтан телефонмен айтпасам, бұлай живой айта алмай тұрмын. Бұйыртса, анама да жылы сөздерді айтатын, нарықта тапсырмалар көп. Сол кезде айтатын, бұйыртса. Всем пока.